Фатима Кулибалиді көрген бейтаныс адамдар әдетте оның түп тамыры, яғни қандай ұлт өкілі екендігіне қызығушылық танытады. Фатиманың әкесі африкандық, ал анасы жартылай орыс, жартылай татар ұлтынан екен. Әкесі жас кезінде әртүрлі елдер арасында танымал студент алмасу бағдарламасында болып, осылайша Африкадан келген әкесі Қазақстанға келді. Әуелі Мәскеуде болды, кейін тағдыр оны Алматыға келді. Осы жерде ауыл шаруашылық институтына түсіп, анасымен танысыпты. Ол Талдықорғандық еді. Олар бір-біріне ғашық болды. Осылайша мен пайда болдым, дейді Фатима. Ал бала кезінде көпшіліктен ерекшеленетіндіктен оның бет әлпетіне сын айтушылар көп болды. Алайда қазір Фатима өзінің ерекше келбетін мақтан тұтады. Мен неге басқаларға ұқсамаймын деп ойламаппын. Мен бұл фактіні мойындадым. Алайда бала кезімде құрдасымның маған саусақтарын сілтеп, ойбай, қарасы бар, қара қыз деп мазақ ететін жиі еститінмін. Осындай сәттерде мен де басқалар сияқты болғым келетін деп еске алады актриса. Фатима 17 жасында барған модельдік мектеп оның өзін жақсы көруіне және өзіне деген сенімділігін арттыруға көмектесті. Осы жерде мен өзімнің сыртқы келбетім жұмыс істеуге қажет ететін маңызды сәт екенін түсіндім. Бұл менің модельдік мансабында ғана емес, сонымен қатар өмірде де көмектесті. Мен жақсы табыс әкелген үлкен жобаларға да қуана жұмыс істей бастадым. Қызықты кездесулер болды, дейді Фатима. 26 жастағы модель биыл ресейлік әнші Джоннидің Комета трегінде ойнағаннан кейін ерекше құрметке ие болды. Клипте астероид жерге қарай жылжып келеді. Ол планетаға 7 күн 3 сағат жетуі керек. Кейіпкер бұл уақытты сүйіктісімен өткізіп, әр сәттен ләззат алуды ұйғарады. Оның ғашығын Фатима сомдаған. Ол видеоға қалай түскенін айтып берді. Бірде кафеханада отырғанымда әншінің көмекшісі келіп, менің әдемі екенімді айтып суретке түсуімді өтінді. Мен қарсылық білдірмей өтінішке салқын жауап бердім. Фото наразы жүзбен шықты. 2 күннен кейін түсірілім тобымен байланысы жоқ басқа адамдар видео түсіру жоспарланып жатқанын айтып суреттерін жіберуді өтінді. Фатиманың ең үлкен байлығы оның 4 жасар қызы Эмин. Ол таңертең күлімдеп оянып, қызының әр күнін мерекеге айналдыруға тырысатынын атап өтті. Жүкті екенімді білген бойда қызды қатты қаладым. Қызым бой жеткен кезде онымен құрбылар сияқты боламыз, бірге дүкен аралаймыз деп армандаймын. Мен оған әдемі көйлектер, бас киімдер сатып алдым. Эмина, ол менің тірегім, алға ұмтылуға ынталандырушы, жаныма жақын адамым. Ол, анашым, мен сізді жақсы көремін деп сыбырлағанда, менің артымда кішкентай қорғаным, қанатым бар екенін сеземін. Баланың психикасы қатты тарса үзіліп кететін жіңішке жіп, ал егер ол бұзылса, онда балада кем дегенде комплекстер болады. Максимум ретінде бүкіл әлемді қорлау. Сондықтан мен онымен келіссөздер жүргізуге, тыңдауға, кейбір мәселелерді талқылауға тырысамын, деді актриса. Фатима Кулибали Абылайхан атындағы КазМУ-дың маркетинг факультетін бітірген. Сондықтан болашақта өз мамандығы бойынша жұмыс істейтінін жоққа шығармайды. Бірақ ол Ақбоз атты ханзада мен теңіз жағасындағы иті бар үлкен үйді армандайды.